Қайырлы күн, құрметті көрермен. Бүгін сіздермен осындай үй жағдайында дайындалатын өзгеше бургерлердің рецептісімен бөлісемін. Осындай өзгеше формадағы және де наны өте жұмсақ болып шығатын дәмі керемет бургерлердің рецептісін соңына дейін қараңыз. Видеода көрсетілген барлық қоспаларды рет-ретімен осылай қосу керек. Алдымен ыдысқа жылы сүтті құйып, үстіне қант, құрғақ ашытқыны салып араластырамыз. Жылы суға тұзды салып 5-10 минутқа ерігенше алып қоямыз. Ерітілген сары май және де сұйық майды құямыз. Тұзы еріген суымызды қосамыз. Ұнымызды салып, біркелкі жұмсақ қамыр елейміз. Қамырды тағамдық пленка немесе целлофан мешокпен жауып, жылы жерге алып қоямыз. Тартылған етке дәмдеуіштерді қосамыз. Мен тұз бен қара бұрышты ғана қолдандым. Үстіне сұйық майды құйып араластырып аламыз. Қамырымыз көтеріліп дайын болды. Ары қарай қолымызды майлап алып, қамырдың шетінен аламыз. Оны қолымызбен дөңгелек формаға келтіреміз. Қамырымызды дөңгелек етіп жайып, ортасына тартылған еттен салмамызды салып, видеода көрсетілгендей бетін жабамыз. Осылайша барлығын жасап шығамыз. Менде 11 дана шықты. Пергамент қағазы төселген табаға барлығын орналастырып, бетіне жұмыртқаның сарысын, яғни сары уызын жағып шығамыз. Әсемдеу үшін күнжітті пайдаландым. Осылайша қызып тұрған пеште 200 градуста 30 минуттай пісіріп аламыз. Арасына қосатын көкөністерді кесіп дайындап аламыз.
соусын жасау үшін тұздалған қияр, кетчуп, майонез және де қаймақты пайдаланамыз. Қалауыңыз бойынша аскөкті қоссаңыздар болады, және де қызыл бұрыш қосамыз. Біздің бургерлеріміздің наны осылай пісіп шықты. Қараңыздаршы қандай әдемі. Ортасындағы тартылған ет те толығымен пісіп шығады. Осылай ыстықтай пештен шыққан кезде арасын ашып, тартылған еттің үстіне ірімшікті орналастырамыз. Пешке салып еріткен кезде көп ірімшіктер қатып қалады. Осылай ыстықтай нанның ішіне салсаңыз, ірімшіктер жақсы еритін болады. Ары қарай бургерімізді жинау ғана қалды. Салат жапырағы, қызанақ, қиярды орналастырып, ең соңында соусымызды құямыз. Менің үй жағдайындағы барлық бургерлерім дайын болды. Осындай түрі де жасалу жолы да ерекше бургерлерді сіз де жасап көріңіз. Әдеттегідей осындай жеңіл және де оңай дайындалатын рецепттерді көріп тұрғыңыз келсе, менің арнама тіркеліп қойыңыз. Барлықтарыңызға ас болсын. Сіздермен болған Меруерт. Қазақша контентті бірге дамытайық.